Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Jayxun жағаларында тарауларда жүз беріп атырған жаңалықтар хақында сөз етуші көрсетуіміздің нәубеттегі санын және нәзеріңізге ұсынамыз. Бүгінгі күнде ауыл қожалығы тарауындағы ең басты һәм ахметлі вазипаларының бірі, жауапкершілік вазипаларының бірі. Бұл пақта жиын-терім маусымінде сол пақтаны зая қылмастан теріп алу жұмыстарын шөлкемлестіруден ібарат болып табылады. Пақта санатында бүгін мемлекетімізде жаңа система жаратылды. Ең текарғы мәселе тарауды заманауи технологиялармен тәмелеу һәм алдыңғы технологияларды кеңінен жайдыру, ең ахметлісі болса адам қол минетін кемейту болып табылады. Биылғы жылда Қарақалпақстан Республикасында 80 мың гектар жер майдаларына шігіт егілген болып, соннан 315 мың тонна пақта зүрәтін жетістіру нәзерде тұтылмақта. Тек қана биылғы жылда Қарақалпақстан Республикасында 50 дана пақта теруші заманауи комбайлар алып келінді. Бүгінгі күнде пақта жиын терім апазына қатынастырылмақта. Демек, бүгінгі көрсетуіміз экономикамызда орны гіреулі болған пақташылық тарауы һәм ондағы реформалар хақында болады. Демек, біз көрсетуді басладық. Мағлұматларға қарағанда, биылғы жылы сол республикамызда 14.326 гектар пақта адызларында жетістірілетұғын зүрәтті толығы менен сол теру машиналар жәрдемінде жинап алу режелестірілген. Сондай-ақ пақта қабылдау пунктлерінде пақта қабыл ету процесслерін толық ашық айдынлығын тәмелеу ләжлары да көрілген. Демек, біздің дәслепкі сәубетлесіміз Қарақалпақстан Республикасы Министрлер кеңесі басылығының ауыл һәм су қожалығы мәселелері бойынша орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы ауыл қожалығы министрі Тышаев Шухрат Джурақолович, қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Шухрат Джурақолович. Мінеки дәслепкі сұрауымыз. Биыл республикамызда жетістірілген, сол жетістіріліп атырған пақта егілерінің сол жағдайы қандай бүгінгі күнде сам, көзленген мақсатқа ерсікпен нәтижелер қандай болып атырыпты? Аваламбар айтыш керек ке, биыл Қарақалпақстан Республикасында 80 мың гектар майданда чигит екіп ғоза парварыш қылынышы үшін juda katta puxta zamin yaratildi. Va albatta bunda hurmatli prezidentimizni umuman O'zbekiston Respublikasida ekilishi kerak bo'lgan chigitni o'z vaqtida ekib olish va dehqonlarga yordam berish bo'yicha bir qancha qarorlar qabul qilindiki, bu fermer xo'jaliklarni bu yilgi chigit ekishdan to hosilni yetishtirguncha mashaqqatlarini, muammolarini bir vaqtning o'zida yechildi desa bo'ladi. Masalan, shu fermer xo'jaliklarida qarzi bor fermer xo'jaliklariga ham qarzini sentyabr oyigacha muzlatib qo'yib, unga imtiyozli kredit paxta yetishish uchun berilishi yoki unda paxtani har bir balbonitetga qarab har bir olinadigan hosilga imtiyozli kredit ajratiladi. Bu koeffitsiyenti bor. Albatta, koeffitsiyentni 0,1% ga oshirilishi fermer xo'jaliklarni g'o'za parvarishida imkoniyatlarini oshirdi va natijada Qoraqalpog'iston Respublikasida ham barcha fermer xo'jalik 2183 ta fermer xo'jalikka future shartnoma qilgan bo'lsa, shu 151 ming tonnadan ziyod future shartnoma bor, 100 ming tonnadan ziyod demak forward shartnoma va qolgani demak bizniki shu spot deydi. Keyin o'z mablag'i hisobidan yetishtiradigan kooperatsiyalarimiz bor. Jami 315 ming tonna 315.200 tonna paxta yetishtirish belgilab olindi va albatta biz zamonga qarab bugungi kunda talab qanaqasiga bo'layapti, eski udum bilan, eski agrotexnika bilan buncha katta tonnani qilish mumkin emasligini bilgan holda birinchi nimani yetishtirish texnologiyasini o'zgartirdik bir qism. Endi buni 3 yilda bosqichma-bosqich to'lig'icha o'tamiz. Ya'ni 100 dan ortiq 76 sxemada qo'sh qator yoki yaqqa qator ekadigan yangi zamonaviy aniq uyalab ekadigan selkalarni oldik. Bular ikki xil selka, asosan plyonka ostida, demak o'sha Shinjon texnologiyasi hozir ko'p aytilyapti. Mana ham shuni aytishga ruxsat bersangizlar, shu plyonka ostida tomchilatib sug'orish bilan
demak chigit ekildi. Bunday maydonimiz 17.600 gektarni tashkil qiladi va qolgan maydonlarimiz bir qismi jami 24.500 gektar maydon 76 sxemaga o'tdi. Va buni afzalligi bu maydonlarda biz ko'chatni demak 200-250 ming tagachon ko'chat saqlab qoldik. Bu bir yangilik bo'lsa, ikkinchisi demak biz o'sha yetishtirishdan oldin yerlarni tayyorlashda qariyb 70% maydonimizni biz lazerini tekislab kuzni o'zida va shu kuz qish oylarida to'lig'icha sho'r yuvish ishlarini olib bordik. Bu ham yerimizni erta bahorda tezroq ekish imkonini bergan bo'lsa, ikkinchidan demak o'sha ilm fanda ma'lumki Avesto ham yozilgan bu 1000 yil burun ham demak shu ziraatchilikda sho'rlangan maydonlarda sho'rni pasaytirish uchun sho'r yuvishda uni qavs oyidan boshlab yuvish aytilgan bo'lsa, biz aynan shunga rioya qildik desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu ham suv ta'minoti ham mana Suv xo'jaligi vazirligi butun komandasi bilan suvni ta'minlab berdi. Biz shu martgacha to'liq yuvib oldik va ob-havo ham bizni baxtimizga qarshi shu aprel oyi ham, may oyi ham hech qanday to'siqlar bo'lmasdan issiq kelishi bizga ham yerimizni tayyor bo'lganligi o'z vaqtida chigitni ekib olish imkoniyatiga ega bo'ldik va aprel oyining o'zidayoq asosiy maydon ekib olindi. Endi paxtachilikdagi seleksiya masalasine de to'xtalib o'tsak, qanday sortlar tanlab alındı? Hem tanlab alıngan sortlardan kutilgендей natijani alib atırmızba bugungi kunda? Endi aslida ma'lumki Qoraqalpog'iston Respublikasida azaldan bitta sort kelayotgan edi. Ya'ni S-27 albatta 1961-yilda u rayonlashtirilgan. Qariyb 65 yil bo'lyapti. Bugungi kunda uni mualliflari ham qolmagan bironta. Lekin nav tengi yo'q nav. Tezpisharligi nuqtai nazaridan. Biroq bugungi kun talabiga to'lig'icha javob bermaydi. Shuning uchun bu navni ustida ham ishlab, hozir bugungi kunda Qoraqalpog'istonda S-4728 navi yaratilgan. U kengayapti, lekin asosiy maydonda biz tezpishar shu S-4727 ga yaqin bo'lgan tezpisharligi va sharoitga mosligi jihatdan yaqin bo'lgan Sulton navi ekilyapti. U ham tezpishar nav. Chimboy 5018 bir qism ekilyapti. Hamda yangi navlardan demak porloq va ravnaq 1, ravnaq 2 navlari. Endi yangilik nuqtai nazaridan Xitoy Respublikasidan 3 xil nav olib kelindi. Qoraqalpog'iston Respublikasida bu Xuling Zong 78 navi tezpishar boshqa navlarga nisbatan degan ma'noda va 66-36 navi bor ekan. Faqat raqam bor. Va T115 degan navlari hozir olib kelib ekilgan. Demak shu 17.600 gektar maydonda va bu navlar o'zini haqiqatan ham bizni sharoitga ancha mos ekanligini, agrotexnik qoidalarga rioya qilsa yuqori hosil olishini ko'rsatyapti. Natijalar hozir tergandan keyin aniq bo'ladi, lekin prognozlar yomon emas. Undan tashqari yangi seleksiya jarayonlari ustida ish qilinyapti. Yangi nav sifatida S8290 navi mana juda tez pishar nav, bu ham S4727 ga o'xshaydi. Asosan Farg'ona vodiysi nima qilingan, ko'paytirilgan, lekin sho'rga va suvsizlikka chidamli. Shu nuqtai nazardan u S8290 navi ham olib kelindi, u ham ko'paytirilyapti hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida dehqonchilik institutida yaratilgan KK 35 navi bu ham juda yaxshi natija beryapti. Bu navni ham ko'paytiryapmiz. Xudo xolasa umuman seleksiya jarayonlarida biz bugungi kunda ham mahalliy olimlarni, ham xorijiy olimlarni ilg'or natijalardan foydalangan holda uyushgan deydi bu, uyg'unlashgan holatda olib boryapmiz. Albatta bu kelajakda o'z natijasini beradi. Albatta.
Рахмет, жүдә жақсы жаңалықтар болып отырған екен. Енді бүгінгі күнде маалыматтарға қарайтын болсақ, бір ғана Беруни районының өзінде биылғы жылы 1800 гектарда шет елден алып келінген сол сорттар, ал 6700 гектарда жергілікті пақта сортлары сол егілген екен. Һәм 4 орындағы пақта қабылдау пункттерінде бүгінгі күнде жұмыстар алып барылмақта, зұрат қабыл етілмекте. Фермерлер жаңа сортлар һәм жаратылған мүмкіншіліктер хақында қандай пікірде? Айне осы районнан бұл бағдарда біз сюжет даярлағанбыз, құрметті телетамашагерлер, құрметті мейманымыз. Демек соны көріп алсақ, соң сізбен пікірімізді давам етеміз. Мархамат. Мархамат. Пақта жетістіру, оннан мол зұрайт топлау үлкен күш һәм мейнетті талап етеді. Бүгін ауыл қожалығының барлық тараулары сияқлы, пақташылықта да жаңа заманауи технологиялардан пайдалану арқылы қол күшін тежеп, сыпат һәм жоғары өнімдарлыққа ерсілмекте. Беруни районындағы Қызылқала ауыл қоралар жиын аймағындағы Азат Гүлімбаев атындағы фермер қожалығында да жетілістірілген пақтаны жинап алу мәселелеріне айрықша әтібар қаратылған. Сентябрь айының дәслеп үкімлерінен баслап ақ терім жұмыслары қызғын баслап жіберілген. Фермер қожалығындағы 100 гектар пақта егісілік жерлерінің 50 гектарына Қытай мемлекетінен алып келінген пақта сортларынан егілді. Күзде мол зұрат жаратылды. Фермер қожалығында Түркияда істеліп шығарылған пақта теру машинасынан пайдаланылмақта. Абзаллықлары жүдә көп. Мына біздер биылғы жылда 2025 жылға 100 гектар пақта еккенбіз. Жақсы бейіт açılды пақталарымыз. Машина білен теретміз. 80 гектар машина білен теріш ниетіміз бар. Қалған 20 гектарыны өзіміз қысақты аял қызлар білен қол тереміз. Шыма Түркиядан Kantarısında paqta maşını alırdık. Abzallığı 60'lık sıkımada paqta terip biledi. Taza teredi. Çanağında kaldırmayın teredi. Günüge 30-40 tonuna yakın paqta teredi bir günüge. Şu Sultanlıoğlu paqta ekkenimiz 100 hektar yerge. Hemmesi yaxşı açıltıp tadı terimge tayar. Hazır günde. Allah kalırsa tez arada 10-15 gün içinde terip yığıştırıp tapşıramız degen niyettemiz. 40-45 günden kas alış niyetimiz var. 10 yıl müddetke ağamız texnikani, 10 yıl müddetdeki töylep bolsak, şu texnika özümüzün xususi mülkimiz bolup qaladı. Maşinani haydash uchun Turkiyadan o'zidan mutaxassislar kelgan. Bizlar operatorlarimizni 15 kun muddat o'qitishdi. Shu etib hozir o'zlari boshida bir kun, 2 kun yanimizda bo'lib o'rgatdilar. Endi hozirda o'zlarimizning yigitlar haydab turibdi. Bu texnikalarni yapilish uchun davlatimiz tomonidan shunday imkoniyatlar yaratildi. Rahmat aytamiz. Пақта адызларында заманауи техникалардың жәулән ұруы һәм ашылып тұрған пақталарды бір уақыттың өзінде тез һәм сапалы теріп алуға мүмкіншіліктер жаратады. Осы техника жәрдемінде тек қана қол күшін сезілер дәрежеде тежеумен бірге зұратты зая етпей жинап алу мүмкін. Орларда заманауи техникаға болған талап күн сайын артып бармақта. Адызда пақта теріп атырған заманауи тракторлар сыртқы көрінісінен жүдә үлкен көрінгеніменен басқару оғы да аңсат. Қолай шараятлардың жаратылғаны пақтаны теру тезлігі һәм іс өнімдарлығының жоғары болуына тикар жаратады. Райондағы Мақтумқұлы ауыл қоралар жиын аймағындағы Тәжімұрат Дұрдиев атындағы фермер қожалығында да фермер өз қожалығына лизинг шекарында аз пайызлы кредит алған һәм 10 жыл мүддетке техника сатып алып, олардың имканиятларынан пайдаланбақта. Пақта теріш машинасыны биылғында бірінші, мәселен, азыр былтыр көргенбіз да, шуның мәселен пайдалы таманını, мәселен, бір теріш сипетеміз о. Өзлерimiz көргенбіз, семинарларда барып, нема қылып. Endi şuna bir yıl Xudo qalasa yaxshi niyat bilan lizing asosida o'zim oldim. Shu paxta yer maydonam katta bo'lgan sababli, masalan, o'zimkin tersam, qo'shni fermerlarkin tersam, masalan shu bir mashinaning o'zi bir 200-250 odamning qo'l kuchining nima qiladi ekanda, shu bir kunda. Bir kunda masalan 250 odamning onun choy suvini yo bir nima qilsang qiyin vaziyat bo'ladi masalan. Ko'pchilik bo'lmasang hammasini bir vaqtda o'lchab olish kerak. Shuning neginden biroq shu paxta terish mashinaning afzallik tomonlari shu o'rinda. Kelajakda niyatimiz shu zamonaviy texnikalar kelyapti, shu
sifatli texnologiyani birinchi avvalam yerda tegislashdan boshlash kerak. Yerda hozir lazerni kullanıplar 100% dehqonchilik ekkan yerda tegislash kerak. Shu yomon yerning o'zi yo'q-da buning. Buni qarash kerak-da. Buning afzallik tomoni birinchi shu yerda tegislashdan boshlash kerak. Undan keyin buning shu urug'ini e'tibor etib, agrar tadbirlarni masalan tushunmagan yerini masalan rayonda agronomlardan maslahat olamiz, ish qilib, o'zimiz shu ichida yurgandan keyin qaysi vaqtda dori berish kerak, qaysi vaqtda sus berish kerak. Shuning ichida ishlab kelamiz. yilga yaxshi niyat edib 100 gektar maydonga paxta urug'ini qadagan edik. Shuning 50 gektarini Xitoy urug'ini qadadik. 50 gektarı Sultandavudan o'zlarimizning ekdik. Buning afzallik tomonlarini o'tgan yili biz 8 gektar maydonga Xitoy urug'ini qadagan edik. Buning shu bizlarning iqlim sharoitimizga bir yaxshi moslashib, sho'r, suvsizlikqa da chidamli nima ekan. Mana hozir ko'rib turganingizdek, hozir shu aprel oyida ekilgan paxtamizda negimda turibmiz. Paxtalarimiz to'liq yetishganda buning agrar-texnik tadbirlarini o'z vaqtida ishlab 60 gektar maydonga g'alla egaman. Qolgani poliz sabzavot, bug'doydan ham yaxshi daromad oldik. Mana bu yilgi xirmon ustida turibmiz. Shu paxtamizdan bir o'zimizga ditlagan baland xirmon yasaymiz deb umid etib turibmiz. Xitoy navining bu issiq vaqtlar keladi-ku, saratonda nima tashamaydi. Gulg'uncha tashamaydi ekan. Biz endi shu 2-yilimiz bilan ishlayotgan. Shuning uchun mana paxtamiz yomon emas. Bizlarga mana fermerlarga yaratilgan sharoitlarda mana pnevmatik serklar orqali ekdik. Ham buning bir o'tatoni birlamasini yagona qilish ham shart emas ekanda buni. Shu qalin bo'lib tursa-da, bizning o'zlarimizning navida birlamasangiz mirg'alab ko'sak solmaydi-da bu. Buning shu egilgan mesela 25 kilo urug' eksangiz, shu urug'ni birlamay yagona mesela yovvoyi o'tlarga gerbisid sevib, u yoqni ham o'tasiz. Hozir mana imkoniyat mana prezidentimiz tomonidan bizlarga berilib turgan sharoitga mana hozir bu yilgi paxta terish mashinalaridan o'zim mana bittasini oldim. Hafta davomida mana shu paxta mashinasidan bir qo'l kuchini kamaytirib jinob olish niyatimiz bor. Mana bu yilda masalan shu paxtani, g'allaning daromadidan lizing asosida masalan yangi texnikalar olyapmiz. Shuning uchun elimizning shu dasturxonni qo'limizdan kelgancha mo'l-ko'l hosilni baland xirmon etib bajaramiz degan niyatimiz bor. Paxtachilikda erishilib отырган bunday табыстар birinchi кезекте xalqimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlау, ауыл xo'jaligini zamonaviy texnologiyalarda olib kelу, mexanizatsiya ham servis xizmetini kengaytу мүмкіншілігін beradi. Бұл paxtachilik tarovini rivojlantiruvda жаңа petlerдің ашылып отырганлыгын аңлатады. Aziz dostlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Neki syujetте көріп өттік, заманауи техникалар алып келінген. Бұл техникалар текардан қайсы мемлекеттерден алып келінбекте, һәм фермерлерге алып келуде қандай жеңіліктер берілген бүгінгі күнде? Avvalo bu texnikalar asosan Xitoy davlatidan, demak Bashiran va FM World degan markali texnikalar olib kelinyapti va Turkiya davlatidan Kansa degan markali paxta terish mashinasi olib kelinyapti. Kansaning afzalligi 60 qator orasini ham teradi. Xitoy davlatidan olib kelinayotgan FM World va Bashiran markali bu paxta terish mashinalari 76 va demak o'sha 90 sxemada ekilganlar. 76 10 qo'sh qatorni ham teraveradi. Endi bunga hurmatli prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar berilgan. Birinchidan demak lizingga berilyapti bu mashina. Ikkinchidan lizingga bu mashina qimmat mashinalarga davlatimiz tomonidan xabaringiz bor, subsidiya ajratilgan. Demak 15% subsidiya beriladi. Ikkinchidan NDS 12% qaytarib beriladi. Shuni o'zi fermerning o'ziga juda katta yordam bo'ladi. Chunki agar 800 million atrofida pul to'lab bu texnikani olsa, 15% demak va 12% NDS bilan
hisoblaydigan bo'lsak 27%ni bu qariyb 1 milliard 100, 1 milliard 200 unga qaytib keladi. O'zining foydasini qilmoqda. Bu birinchidan ham fermerni bergan puli yonida qolyapti. Ikkinchidan u texnikalik bo'lyapti. Mana hozir ko'ryapsizlar. Bu fermerimiz 250-300 terimchini o'rnini bosadi deyapti. Aslida unday emas. Sabab hamma terimchi ham 100-150 kilo teravermaydi. Bu 30 tonnadan kam termaydi paxta mashina. Dala qancha toza, qancha katta bo'lsa, bu 50-60 tonna ham teraveradi. Agar hisoblaydigan bo'lsa, kamida 500 ta 1000 tagachon terimchini o'rnini bosadi bu. Bir kunlik mehnatini bir kunlik mehnatini bosadi va ham paxtani yig'ib terib olish, masalan, qo'l terimi 2000 dan bugun belgilangan bo'lsa, bu paxta terish mashinasida 1373 so'm, bu degani bu yerda ham bir 630-650 so'm fermerning cho'ntagida qolyapti terim xarajati. Demak, ol boshqa fermerga berib turgan жағдайда. Endi albatta boshqa fermer, bitta fermer o'zini faqat paxtasini termaydi, chunki bu mashinalar kamida o'zini har bir texnikani iqtisodiy samaradorlik hisob-kitob qilinganda texnik условия deydi. Shunga uning quvvati, uning hisob-kitobi bor. Bu 1000 tonna bir sezonda terish kerak. Kamida 750 tonna. Shunda bu iqtisodiy samaradorlik bilan ishlaydi. U unaqa katta 1000 tonnalik fermerlarimiz endi sekin-sekin paydo bo'ladi, lekin viloyatlarda bor bunaqa katta fermerlar. Bizda eng ko'pi mana 350-400 tonna beradigan fermerlarimiz bor. Biroq u ham yetmaydi, uni dalasi ham yetmaydi. Bu kuniga 10 tonna, 10 gektar, 12 gektar maydonni teradigan quvvatga ega va bundan to'g'ri foydalansak, albatta fermerlarimiz har taraflama manfaatdor bo'ladi. Рахмет. Мінекей, осындай заманауи теру машиналары менен сол жинап алу үшін бүгінгі күнде пахта адызлары қай дәрежеде таяр болу керек, һәмде пахтаның бір тегіс ашылуына ерісу үшін қандай агротехникалық ләжларды көру абзал? Umuman paxtachilikda bitta gap borda, paxtani mashinabop qilib yetishtirish. Mashinabop qilib yetishtirish bu kuzgi shudgordan boshlanadi. Shudgor va yer tekis bo'lish kerak. Mana bizda hozir 260 ga yaqin lazerni yer tekislagich qurilmalarimiz bor. Fermerlarimiz unga subsidiya olgandan keyin ishtiyoqi baland bo'ldi. Unda muammo emas. Bizda bitta masala bor. Yer qancha katta bo'lsa, yer maydoni, kontur. Bu mashinalar ko'rdingizmi, skorost qancha katta, оборот qancha katta ishlayapti. Kichik dallarda, kichik atizlarda bu оборотga chiqa olmay qoladi. Shuning uchun iloji bo'lsa uzun 1 kilometrlik, 500 metrlik dallar qilishimiz kerak. Shuning uchun hozir fermerlar bu yil o'rganib olsa, mana hozir 50 ta bittani sotib oldik. Yana hozir olish bu terayotganini ko'rib boshqa fermerlardan nima bo'lyapti? Biz yana iltimos qilamiz, yana bir 9 ta olishimiz kerak. Aslida shuni ham olish ishtiyoqi paydo bo'lyapti, olishyapti. Bu juda kamda. Biz kamida bir 300 ta, 400 ta mashina bilan bunaqa mashina bilan paxta tersak, kuniga keyin 10-12 ming tonna paxta terib bilamiz. Bu uchun dalamizni tayyorlashimiz kerak. Dala ham tekis bo'lishi kerak, ham ko'chat qalin bo'lishi kerak. Men hozir boya men aytdim, bu gapimni fermerimiz takrorladi. Pnevmatik serkalar olib keldik, uni yagona qilmaslik kerak ekan dedi. Haqiqatan ham qancha qalin ko'chat bo'lsa, 200 ming, 250 ming ko'chat bo'lsa, qancha zich joylashgan bo'lsa, bu mashinani samaradorligi shuncha oshadi. Siyrak maydonda buni past bo'ladi. Endi dalani hosildorligi, endi olimlar, iqtisodchi olimlar hisob-kitob qilgan 32 sentnerdan past bo'lsa nerentabilli bo'ladi. Shuning uchun hozir mana aytayapti birinchi fermerimiz 40-45 chiqyapti deb, u dalani men juda yaxshi bilaman. Qizilqal'ada o 45 dan kam bermaydigan dala. Xudo xolasa 50 ham chiqishi mumkin. Kecha Amudaryoda bir dalani terdi mashinada
FM Word mashinasida 50-51 sentnerdan chiqdi. Рахмет жауаптар үшін. Мінекей пахта теру машиналарын алып келуі фермерлерге әр тараптан жәрдем сыпатында көрілмекте. Демек, осы бағдарда тайырланған бізде видеоматериал бар. Беруни районынан тайырланған сюжетте сол имканиятлардан пайдаланып отырған фермерлер өздерінің пікірлерін білдіріп өтеді. Демек, танысамыз, көреміз. Халқымызда сен жерді бақсаң, жер сені бағады деген ібаратлы гәп бар. Хақиқатында да ана жеріміздің берекеті, топырағының өз сыры бар. Оныңмен тілдесе алған har қандай инсан минетінен рахатленеді, нәтижеге ерседі. Еліміздің экономикасының ең ахметлі тарауларының бірі болған ауыл қожалығына соңғы жылдарда айрықша ітібар қаратылып, тараудың тез пәтпен рауажлануына, заманауи технологияларды алып келуге һәм тарауды толығымен санластыруға ітібар қаратылмақта. Беруни районының пақтакешілерінің де биылғы жылғы зұрәттен кеулері тоқ. Район бойынша 8500 гектар майданға биылғы жылда шегіт егілді. Агротехникалық илажлардың өз уақытында алып барылуы нәтижесінде мол зұрәт топланды. Енді нәубет оны зая етпей жиып теріп алуға қаратылуы керек. Алып келінген заманауи теру машиналары бүгін фермердің ең жақын жәрдемшісіне айланған. Ауа райының қолайлы келгені, ең тикарғысы тарауға жаңа заманауи ілім техниканың тезпатпен кіріп келуі, бұл тарауда кластер тарауының өз жұмысларын басылауы зұрәтліктің мол болуына тикар жаратпақты. Райондағы Беруни кластер құрамына біріктірілген фермер қожалықлары бұл жылғы өнімлерді және де заманауи техника һәм технологиялар тикарында жетістірмекте. Бұның нәтижесінде болса пақтадан режені артығымен орылау, өнімдарлықты арттыруды басылы уазипа етіп белгілеп алған. Шігітті ертелеу егіп агротехникалық қаделерге сай ілімей жақтан тикарланған іс алып барған фермерлер өнімді басқалардан алдынырақ жинап алуға әрекет етпекте. Кластер тарапынан алып келінген ең заманауи теру машиналарының жәрдемінде күніне 20-30 тонна пахта теру имканиyatlari жаратылмақта. Beruni klaster tomonidan 2025 yil hosil uchun 1,5 ming gektar maydonda chigit ekib paxta yetishtirdik, hosil yaratdik. 2025 yilda 580 gektar maydonga plyonka ostiga Xitoy urug'laridan, ya'ni Xinlu Zao 78, T10-15 navlarini ekdik. 580 gektar maydonga 76 sxemada. Xudo xolasa paxtalarimiz yaxshi. Mana afzalliklar juda ko'p ekan 76 sxemada. Paxtalarimiz mol 40-45 sentnerdan paxtamiz bor. Undan tashqari Beruni klaster tomonidan ikkita paxta terim mashinasi sotib olindi. Bitta Kansa, bitta FM Word. Uni terish ishlarini boshlaganmiz. Paxta terim mashinaning afzalliklari juda ko'p ekan. Qo'l terimga juda bir odamlarga bir yordam bo'lar ekan. Ham pokiza terilyapti. Iqtisodiy tomondan ham juda katta foydasi bor ekan. Qo'l terimda 1 kilogramm paxta uchun 2000 so'mdan terilayotgan bo'lsa, paxta mashinasida terilganda 1250 so'mdan tushyapti. Ancha afzalliklari bor. Yig'ishtirib olish, boshqa juda ko'p afzalliklari ko'p ekan. Muhtaram prezidentimiz bizni qishloq xo'jaligi xodimlariga qishloq xo'jaligida yaratib berayotgan juda ko'p imtiyozlardan unumli foydalanib, mana shu Xitoy navli urug'larni olib kelib, yangi sxemalarda, innovatsiyalarda joriy qilgan holatda mana paxtalarni yetishtiryapmiz. Avvallari 20-25 sentner olayotgan yerlarimizdan bugungi kunda 40-45 sentnergacha paxta yetishtirishning imkoni yaratilgan. Chiroyli yordam beryapti, imtiyozlar yaratib berilgan. Subsidiyalar ajratilmoqda. Shu imtiyozlardan unumli foydalanib, xudo xolasa hosillarimiz mo'l yaratishga biz ham harakat qilyapmiz. Бүгінгі күнде Астера текстиль жауапкершілігі шектелген жәмиетінде 50 адам жұмыспен тәминленген болса, аймақтағы пахта заводы іске түскеннен соң және қосымша жұмыс орынлары жаратылған. Және бір ахметлі тарепі тәжірибе өткеру бағдарына жаңа технология қолданылды. Өндіріс цехлары, қоймаханалар, лабораториялар құрылып, пахта тазалау үскенелері жаңаланды һәм санластырылды. Заводта сырт елдерден алып келінген заманауи технология тикарында пахтаны тайпаларға ажырату жолға қойылды. Енді алынатын талшық һәм мамықтың сапасы алдыңғылардан сезілерлі дәрежеде жоғары болады. 2025 yil paxta yig'im hosilini jadal qilib boshladik. Paxtalarni qabul qilishni boshladik. Bu yilgi mana yangi agro tarozi platformasini joriy qilingan yangi platformani ishga tushirildi. Unda yaxshi qulayliklar, hisob kitoblari
avtomatik tarzda o'tiladi. Tirkamalar ham har biri alohidadan raqamlanib, avtotaroziga bazasiga kiritilgan bo'lib, shu orqali hisobga olinadi hammasi. U ham sun'iy intellekt yordamida elektron tarozi orqali hisobga olinadi, o'lchanadi. Fermer xo'jaliklarimizga oralarida mana avtomashina, Damas avtomashinasi, xorijdan kelgan Motoroller shunaqa bir qishloq xo'jaligida foydalanadigan transportlarni yutuq sifatida qo'yganmiz. Ularning oralarida shu tanlov e'lon qilinib, hosildorlikda oxirida kim ko'proq hosildorlik yig'im terimida natijaga erishgan bo'lsa, shularga taqdirlash ishlarini amalga oshiramiz. Hosildorliklarimiz yaxshi, o'zimiz ham yetishtirilgan paxtalarimiz yaxshi. Xudo xolasa, mana shu unumdorliklarimiz zo'r, ko'tarinki kayfiyatlarda paxta terimlarini amalga oshiryapmiz. Және bir ma'lumot, paxta zavodda paxta hamdanda qabullау, оның elektron hesabын жүргізу тәртібі haqындағы rejega tekrarlanib, to'plangan өнімді zaya etmей qabullау жұмыслары жүргізілмекте. Mana 2025-yil Beruniy tumanidagi Astrotex korxonamizga fermer xo'jaliklardan kelgan paxtani qabul qilyapmiz. Yangi tizim yaratildi. Sun'iy intellekt deb tarozilarimizga yangi programma yaratildi. Qabul chiroyli davom qilyapmiz. Bu yerda analiz qilinadi. Laboratoriyamiz bor. Shu programmadan o'tkazamiz birma-bir. Bu yil 37.300 tonna rayonga biriktirilgan tonna 2,5 tonna paxta qabul qildik shu kungacha. Xudo xolasa rejani chiroyli qilib bajaramiz. Ең басылысы paxta qabullау жұмыслары толығымен автоматластырылған болып, жұмысшы күші тежелмекте. Bir сөзбен айтқанда, алдылары тек адам күші менен әмелге асырылатын пақташылық тарауы заманауи технологияларға сүйеніп жұмыс алып бармақта, һәм ол жоғары нәтижелерге тек ажыратпақта. Hurmatli do'stlar, ko'rsatuvimizda davom etamiz. Xabarыңыз бар, бүгінгі күнде барлық тараулар салыстырылмақта. Бұл ilajlar paxta жиын теримінде қай дәрежеде әмелге асырылып жатырыпты, һәм paxta қабылдау пункттерінде мағлұматлардың ашық айдылығын тәмінлеуде қандай ilajlar көрілмекте, бұл бойынша жаңалықтар нелерден iborat болмақта? Albatta raqamlashtirish hamma mamlakatning hamma sohalarda jadal olib borilyapti. Mana hurmatli prezidentimizni o'zlarining farmonlari bilan qishloq xo'jaligida yagona agroplatforma joriy qilinishi belgilab berilgan edi. Bu qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan bu joriy qilindi. Demak, 2025-yil hosilni qabul paxta hosili ana shu platformadagi, demak, agrotarozi, endi avvalgi tarozilar emas, yangi agrotarozi platformasi asosida hamda hosil qabuli platformasi asosida qabul qilinyapti. Bu yerda hammasi sun'iy intellekt orqali amalga oshiriladi va bu yerda inson aralashuvi qariyb yo'q. Hattoki mana shu laboratoriya bilan buxgalteriya integratsiya qilingan va laboratoriyada chiqqan ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri buxgalteriyaga o'zi onlayn o'tyapti va bu yerda o'sha olib kelingan paxtani namligi yoki ifloslik darajasi aniq ko'rinyapti. Shundan keyin demak tarozidan o'tyapti. Bu masalalarda Qoraqalpog'iston Respublikasida 46 ta paxta qabul qilish punktlari hammasi yangidan mana shu platformaga o'tkazildi. Demak, internet kabellari yangilandi, hattoki video kameralar yangilandi va 138 ta mutaxassislar, tarozida o'lchab oladigan mutaxassislar, undan tashqari hisob kitobni olib boradigan 138 ta buxgalterlar o'qitilib, sertifikatlar olib berildi. Va bugungi kunda bu Qoraqalpog'iston Respublikasida hech qanday to'siqsiz yoki hech qanday qiyinchiliksiz, muammosiz boshlanishda 1-2 muammo bo'ldi. Bizni fermerlarimiz ham demak o'sha hozirgi vaqtda hosil qabul tarozidan o'tgan paxta avvallari darrov ko'rinardi. Hozir u ko'rinishi uchun hosil qabuli platformasiga o'tish kerak. Hosil qabuli platformaga o'tish uchun PK17 to'ldirish shart. PK17 to'ldi degan gap bu demak bu juda ko'p idoralar bilan bog'langan platforma bu. Ya'ni soliq idoralari bilan, budjet idoralari bilan
statistika idoralari bilan va agroinspeksiya, prokuratura hamma bilan bog'langan, integratsiya qilingan. Demak, PK17 to'ldirildi degan gap bu yerda u fermer haqiqatdan ham shuncha tonna paxta topshirdi degan gap bo'ladi va bunga prezidentimiz tomonidan xabarlaringiz bor. 1 million so'mdan terib topshirgan paxtaga subsidiya berilyapti, bunga subsidiya ajratilyapti. Ikkinchidan bu statistika hisobotiga o'tyapti. Uchinchidan unga soliq hisob-kitob qilinyapti. Shu platformaning o'zida aniq chiqyapti bu. Shuning uchun uni hech kim aldab bo'lmaydi. Hech qanday u agar aytadigan bo'lsak, hali odam aralashuv bilan o'tgan yil har xil nimalar bo'ldi avvalgi yillarda. Endi bu narsalarga hammasiga barham berildi, chek qo'yildi. Bu fermerga ham qulay bo'lyapti. To'g'risi aytganda, bu o'sha klasterlarimizga ham juda qulay bo'lyapti. Hech qanday qiyinchiliksiz yakimda nimasiz. Endi faqat shu fermer kulish bilan bossa bo'ldi. Shu fermer buni bugungi kunda tushunib yetdi. Bizning fermerlarimiz shuning uchun paxtani o'zi olib borib, tarozdan o'tkazib, PK17 ni to'ldirib, keyin qaytyapti. Bu ko'p vaqt olmaydi. 10-15 minutda hamma ishi bo'lyapti. Chunki har bir tarozdan o'tishi 3 minutdan 5 minutgacha bitta o'lchovi. Рахмет мағлуматлар үшін жүдә бір әжайып сәубет болды. Телетамаша көйлер тарауда алып барылып атырған жұмыстар хақында жүдә бір көлемлі мағлуматларды ала алды. Көрсетуімізде болса, Әмудария районынан таярланған сюжетіміз бар. Мархамат, тамаша етеміз. Hammaga ma'lum, bugungi kuni fermerlarimiz uchun mamlakatimiz tomonidan qator qulayliklar yaratilib berilib atar. Атап айтқанда, жерлерді лазер технологиясы тикарында тегіслеу. Егістен басылап, жинап теріп аламан дегенше заманауи техникалардан пайдалану имканиятына ие болмақта. Су тежеуші технологиялардың енгізілуі әрбір гектар жерден күтілгеніндей зүрәт алу үшін имканият жаратты. Фермерлеріміз пақта жиын терім апазында жетілістірілген өнімнің бір бөлегін терім машиналарының жәрдемінде жинап алу имканиятына ие болмақта. Республикамыздың пақта кешілері биылғы жылы 80 мың гектар жерге шегіт егіп, пақтадан мол зүрәт алу үшін ерте бәһәрден агротехникалық қағидаларға сай жұмыстар алып барды. Жақында Әмудария районында жаңа әулет пақта теру машиналарын басқару бойынша әмели көргізбелі семинар жүргізілді. Семинарға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің басшылығы Фархат Ерманов, республикамыздың барлық район хакімдері, ауыл қожалығы бойынша хакім орынбасарлары, фермерлерге қызмет көрсету мекемелері басшылары, фермерлер, сондай-ақ пақта теру машиналарының операторлары һәм механизаторлары қатнасты. Іләждәслеп райондағы Толқын ауыл қаралар жиын аймағында жайласқан Хидиров Самат фермер қожалығының пақта майданында өткерілді. Бұл жерде Түркия Республикасында істеліп шығарылған пақта теру машинасының жұмыс барысы һәм оның имканиятлары қатнасушыларға таныстырылды. Түркиялық қанигелер семинар қатнасушыларына терім машинасы бойынша кең түрде түсініктер берді. Bizim kampanyamız, Türkiye kampanyası Cansa Tarım Makineleri. Компания 1983 жылдан басылап ауыл қожалығы техникаларын істелеп шығарған. Біздер бұндан 8 жыл бұрын Қарақалпақстанға шегет егу селкаларын, культиватор һәм басқа да техникаларды алып келгенбіз. Біздің компания 8 жылдан берлі Өзбекстанға қызмет көрсетіп келатыр. Енді Қарақалпақстанға пақта теру машиналарын алып келдік. Біздер бұл пақта теру машиналарының істеуі үшін 2 жыл кепіл боламыз. 2 жылға шекем бейпұл қызмет көрсетеміз. Компанияда істелеп шығарылған пақта машиналар басқа терім машиналардан парқылады. Біздерде 60-лық, 76-лық, 90-лық аралықта егілген пақталарды тере алатығын машиналарымыз бар. Биыл Қарақалпақстанға 17 терім машинасын алып келдік. Бүгіннен басылап пақта теру жұмысларын басылады. Бұл пақта теру машиналарының пайдасы хақында айтатұғын болсақ, кемінде 200-300 адамның терген пақтасын бір күнде тере алады. Яғни күніне 8 гектардан 12 гектарға шекем пақта тереді. Және бір әхметлі жері бір ай ішінде жиын терім мапазын жумақлау имканиятын береді. Алдағы уақытта біздің қанигелеріміз сіздердің қанигелерді оқытуды, үйретуді жолға қояды. Демек біргеслесулеріміз еледе давам етеді. Алынған мағлұматларға қарағанда республикамызда бүгінгі күні пақта жиын терім мапазына 60-қа жақын заманауи терім машиналары қатынасып жатыр. Бұл техникалардың абзалықлары бір машина кемінде 200-ге жақын терімшінің міндетін атқарады. Жерлер агротехникалық талаптарға жауап берсе, бір терімнен кейін келесі жылдың даярлық жұмыстарын баслап жіберу мүмкіншілігіне ие болады.
Жетілістірілген пақта зүрәтін мамлекетке жоғары сортта сатып, фермерлер жақсы дармат алуға да өз жәрдемін тигізеді. Семинар қатнасушылары Амудария районы Шайкөл ауыл қаралар жиын аймағында жайласқан Шайкөл дослық фермер қожалығы пақта майданында болып, ол жерде Қытай компаниясы іслеп шығарған пақта теру машинасының мүмкіншіліктері менен жақыннан танысты. Қытайдан келген қанегелер де пақта теруші машиналардың имканиятлары менен таныстырып, әмелиятта жұмыс іслеп атырғанлығын көрсетті. Қазір енді біздің мақта машиналары комбайндар қазір Қарақалпақ Республикасына кіре бастады. Біздің мақта машина болса, бұл бірінші нарқы төмен, бірінші бұл терілімі таза болады. Және бұның ең маңыздысы ат күші зор болғандықтан бұл тапсырманы да тез орындайды. Семинарда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер кеңесінің басшылығы Фархат Ерманов бар техникалардан пайдалану бойынша кеңеслерін берді. Бүгінгі күні ісленуі зәрur болған вазипаларға да тоқтап өтті. Амудария районы биылғы жылы мемлекетке 57.220 тонна ақ алтын өнімін жетістіру бойынша шартнама түзген. Қазіргі уақытта районның барлық фермер қожалығында пақта жиын терім мапазы шөлкемескенлік менен алып барылып жатыр. Мына биыл juda katta bir mehnatlar juda katta xirmon yaratildi. Mana shu xirmonga tumanimizda 12 ta fermerimiz, 12 ta paxta mashina, ham klasterimizda 4 ta paxta mashina bilan terishlarni boshlayapmiz. Bu xohlamang paxta mashina bilan terish bu ham baribir kelajakda shunga o'tamiz. Sababi hozir rivojlangan davlatlarda hammasi qo'l terimidan voz kechib, paxta mashina bilan texnika bilan terishni afzal ko'rmoqda. Bu sababi bu zamonamizning talabi. Hozir hisoblab qaraganimizda ham masalan hozir bir kilogram paxta terim 2000 so'm bo'lib 60 ta odam teradigan bo'lsa, o'rtacha 80 odam terganimizda ham mana shu 60 ta 80 ta odam bitta mashina terimga to'g'ri kelmaydi. Hamma tomonlama afzalliklarni ko'rmoqdamiz. Mana shuning uchun biz filmlarning asosiy qiladigan ishi kelgusida daralarimizni, konturlarimizni 4 tomon yaxshilab saqlanib, 76lik bo'lsin, 60lik bo'lsin paxta mashinalariga kelgusida tayyorlashimiz kerak. Buning uchun bu paxtani ekkandan boshlab tayyorlashdan olib borishimiz kerak. Filmlarimizdan bu paxta mashinalari terishlarini ko'rib, kelgusida yaxshigina ishlarni olib boradilar. Республикамыздың барлық фермер қожалықларында фермерлеріміздің, диқанларымыздың машақатлы минетлері менен жетілістірілген ақ алтын өнімін жауын шашынлы күндерге қалдырмай жинап алу оға да әхметлі. Бұл жұмысларды атқаруда мемлекетіміз тарапынан бірқатар қолайлықтар жаратылып берілген. Шет елдік қанегелерменен бірге іслесу, жаңа технологиялардың ауыл қожалығына кіріп келуі, жыл сайын пақта теретұғын машиналардың санын да көбейтіп, диқанларға кең имканиятлар жаратпақта. Құрметті телетамашагөйлер, біз көрсетуімізді және де давам еттіреміз. Біздің студиямызда нәубеттегі мейманымыз бар. Демек сіздерге таныстырып өтсем, Қарақалпақстан Республикасы өсімдіктер карантины һәм қорғау агентлігінің басшылығы Шербаев Ринат Тәуекелович. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Қош келдіңіз. Мінекей пақтадан мол зүрәт алу үшін әлбетте сол өсімдікті зиянкестеріне қарсы күресу үлкен ахметке. Бұл бағдарда қандай жұмыстар істелінді? Тикарынан ауыл қожалық өнімдерін зиянкестерден һәм жабайы шөптерден қорғауда біз тикарынан 3 ұсулдан пайдаланамыз. Бірінші биологиялық ұсул, химиялық ұсул, кейін механикалық ұсул. Енді әзіргі талап тикарынан дүниежүзілік талап экспортларға талап қойылып жатыр әзір. Енді бұл экспорт мемлекеттердің талабы бізге экологиялық таза мақсатты жеткізіп бер деген талап қойылған. Соның үшін әзір биологиялық күрес кеңінен қолдану бойынша біздер түсінік жұмыстарын алып барып жатырмыз. Һәм оның үшін біздің Қарақалпақстан Республикамызда Хәмме районында 64 биолаборатория фермерлерімізге, ауыл қожалық қызметкерлеріне, тамарқа жер иелеріне қызмет көрсетіп барады. Оның тикарғы абзалықтарына және бірі һәм фермерлеріміздің бұл қалтасына арзан, һәм сапалы, һәм келешек әулетімізді жетістіріп жатқан аз-ауқатымызға да бұл зиянсыз. Хабарларыңыз бар, құрметті президентіміздің ауыл қожалық өнімдерін экспорт қылуда, экспортшыларға жәрдемдесу һәм шөкілместіру карантин қызметкерлеріне жүктелген тікелей. Соның үшін біздердің карантин қызметкерлеріміз бұл ұсылдың абзалықтарын һәм экспортерлармен тікелей байланысы бойынша ауыл қожалық карханаларымен бірге, ферма қожалық карханаларымен бірге тамарқа жер иелеріне түсінік жұмыстарын кеңінен алып барылып жатырды. Енді бұл экспорт қылған уақытта хабарларыңыз бар, үлкен тереңлестірген биолабораториялардан олардан өту керек еді. Бұрылары, алдылары, бұның үшін біз Ташкент қаласына барып, экспорт қылатын өнімдердің нәтижелігін тексеру үшін біздердің бүйірдегі
диқаларымыз, тәдбіркарларымыз, іспелеріміз Ташкентке апарып қоятын еді. Соның үшін құрметті президентіміздің қарарына текар Қарақалпақстан Республикасында сол лаборатория іске әмелге асырылды. Әзіргі уақытта кеңінен жәрдем беріп жатырды. Әзіргі уақытта қауын экспорт қылама, помидор экспорт қылама. Бұлардың әммесі сол өзіміздегі биолабораторияда тегінлестірген құласасымен, соның құласасымен, сертификатымен экспорт қылып жатырды әзіргі уақытта. Демек бұл бүгінгі күнде ұстараумен шұғылданатын ісперлер болсын, фермерлер болсын, диқалар үшін кең имканиятлар есігін ашты. Әлбетте кең имканиятлар есігін ашты. Кейінгі сұрау мінекей дефоляция жұмыстарын өз уақытында талапқа сай алып барылуы бүгінгі күнде сол үлкен ахметке ие саналады. Айнесі бағдарда биылғы жыл қандай иләжлер әмелге асырылады? Хабарларыңыз бар, агротехник иләжлердің ең ахметлісі әзір дефоляция иләжлері болып табылады. Енді биыл басқа жылларға қарағанда өзгешелігі, біз биыл сол именно ферма қожалықтарының өздерінің иелерімен бірге әрбір жерлерді ерте еккен майдан, орта майдан, кешкі майданға бөліп, соларға текарланып біздер графиклер істеп шыққанбыз. Әм сол графиклер текарында әмілге асырғанбыз. Біздер республикамызда 145 отряд шөкілместірдік, оған 310 обаға тракторларын біріктірдік. Сөйтіп әз дефоляция жұмыстарынан жұмақлау арапасына тұрыппыз. Именно сол жердің иелерімен біргелікте мәслихатласқан халда алып барылып жатырмыз. Енді дефоляция қылу үшін бірінші нәубетте жеріміз, әрбір контурымыз жабайы шөптерден толық тазаланған болу керек. Кейін шеллері, оқ қарқылары, әтраплары кемінде бір 12-15 метр кеңдікте тегістенген, себебі обық агрегатларымыз толық еркін айлану үшін оның сапасынан тәсір етеді. Соның солар тегістеу мәселелері. Кейін және бір нәрсе, биылғы өзгешелік тарапынан бірі ілімпазларымызбен мәслихатласып, ілімпазларымыздың именно сол дефоляция иләжлерін толық сапалы, жақсы өткеру үшін олардың қолданбалары шығылған. Әрбір біз пақта еккен ферма қожалыққа әрқайсына солар тарқатып бергенбіз. Өздері көріп, өздері танысып, сол бірге әмелге асырылып жатырмыз әзір уақытта. Және бір текарғы иләжлердің көрсеткіштерінің бірі дефоляция қылатқан майданымыз, пақта майданымыздың ығалығы. Ығалы кемінде 60-65% ығалығы болу керек, яғни диқан тілінде айтқан уақытта трактор жүрген уақытта жеңіл ізі білініп қалу керек. Рахмет айтамыз. Бізге дефоляциямыз сапалы қызмет қылады. Демек стекарда жұмыстар әмелге асырылады. Әлбетте. Рахмет айтамыз. Бүгін студиямызға келіп, өзіңіздің бағалы жұмақларыңызды, сол жауаптарыңызды беріп өткеніңіз үшін. Рахмет. Құрметті телетамашагерлер, мінекей Шайхун жағасының атамасына көрсетуімізге осы жерде жұмақ жасаймыз. Бұл бүгінгі күнде ауыл қожалығы ұлма пақташылық тарауында әмелге асырылып отырған нәтижелердің қысқаша мағлұматлары еді. Ең текарғысы бұл пақташылықты қанегелескен тарауға айландыру, соңғы технологияларды енгізу һәм қол менеті күшін кемейту болып есапталады. Біз ұсының менен көрсетуімізді жұмақлаймыз. Кейінгі саналарында ұшырасқанша сау саламат болың. Аман болыңдар.